9 сынып оқушылары, бүгін біз сіздермен бірге қазақ тілі пәні бойынша номер 2 ПЖБ тапсырмасын бірге талдайтын боламыз. Бұл бөлімде сіздер табиғи ресурстар тиімді пайдалану бойынша сабақтар өткен боларсыңдар. Енді осы бойынша сіздерге мынадай мәтін берілді. Осы бірінші тапсырма. Баламалы энергия көздері. Осы мәтінді мұқият оқып аласыздар. Бұнда не жайлы, не туралы айтылғанын түсініп аласыздар. Яғни бұнда баламалы энергия көзіне не жатады, оны қалай пайдалану керек, және Қазақстандағы оның рөлі жайлы айтылған. Енді осы мәтін бойынша сіздерге мынадай тапсырма келіп тұр. Мынадай сұрақ берілді. Бірінші, мәтін оқырманға қалай әсер етуі мүмкін? Оқырманға қандай ой тастайды деп ойлайсыз дейді. Енді мен сіздерге жобалап мынадай дұрыс жауапты ұсынып отырмын. Сіздерге ұнаса жазып алыңыздар. Енді бұл жерде әркімнің өзінің ойы бар, өзінің пікірі бар. Менің пікірім бойынша бұл мәтін оқырманға қалай әсер етуі мүмкін? Мәтінді оқу барысында оқырман болашақта жер қойнауындағы табиғи қазбалар сарқылып азаюы мүмкін екенін түсінеді. Сондықтан келешекті бүгіннен бастау керек деген ой туындайды. Оқырманның баламалы энергия көздеріне деген қызығушылығы артуы мүмкін. Яғни бізде мынау қазіргі кезде баламалы энергияны көп қолдану мүмкіндігі артып келеді. Яғни күн энергиясын, жел энергиясын, желден, күннен тоқ шығарып жатқанына дәлелінде. Бірінші сұраққа осылай жауап беруімізге болады. Яғни осы жерде оқырманға қандай ой тастайды деген сұрақтың да жауабын беріп кеттік. Оған балалардың қызығушылығы артуы мүмкін оқыған адамның. Екінші тапсырма бойынша оқырманның қарым-қатынасын анықтау үшін талқылау сұрақтарын құрастырыңыз деген. Ол үшін біз талқылау сұрақтарын берілген тірек сөздер арқылы осы мәтіннен алып құрастырамыз. Қалай ойлайсыз дегенге мынадай сұрақ құрастырдым. Күн энергиясының өндіру тиімді ме? Қалай ойлайсыз деген сұрақты беріп отырмыз сіздерге. Екінші, неліктен көп нүкте мәселе орын алды дейді. Осы жерге мен мынадай сөзді қойдым, тірек сөзді. Неліктен күн қуатын пайдалану туралы мәселе орын алды? Бұл жерде астын сызылған сөздерді біз мәтіннің ішінен алып отырмыз. Үшінші, келісесіз бе? Сіз бұған қалай қарайсыз деген сұрақты мен мынадай етіп алдым. Баламалы энергия көздері ол болашақтың қажеттілігі екеніне келісесіз бе? Сіз бұған қалай қарайсыз? Мына жерде мен жазылымын өткенге жазып қоямын. Міне келісесіз бе? Міне осы сұрақ, яғни дұрыс қой. Баламалы энергия көздері болашақтың қажеттілігі екеніне келісесіз бе? Әрине, болашақта біз су көзінен алып жатырмыз қой қазіргі энергияны. Біз ол сарқылуы мүмкін, яғни жою қаупі бар. Яғни су тартылып қалу қаупі бар. Сондықтан оны біз басқа екінші бір баламалы энергиямен ауыстырғалы отырмыз. Міне осы сұрақты осы бойынша беріп отырмын. Дұрыс деп ойлаймын. Өздеріңізге ұнаса жазып алыңыз.